яттақиллаха яджаллаху махраджан ва ярзуқху мин хайсу ла яхтасиб. Алладан қорыққан адамға Алла шығар жол тауып береді. Ойламаған жерден оған рызық береді дейді. Алладан қорқу. Бұл жерде нені айтып жатыр? Ситуация. Кеп қалдың, не істеуім керек? Тақуалықты таңда, саған шығар жол тауып береді. Саған сен көзіңе күнә арқылы шығып кету жолы тұр мына. Жоқ, сен тақуалықты таңда. Мына есік көрініп тұрса да саған, сәл бері жібересің, тынат тірлік. Бере салайын да. Я алам қинал. Тақуалықты таңдасаң, Аллах Тағала ойламаған жерден есік шығарып береді саған. Мынау Шам өлкесінде болған бір дүние, бір жігіт үйленгісі келіп, шейхтің алдына келеді. Рамадан ал-Бути ғой деймін, қателеспесем. Үйленгім келеді, жағдайым қиын, жағдайым жоқ дейді. Сонда осы аятты оқып береді. Омен яттақиллаха яджаллаху махраджа. Алладан қорқсаң, Құдай саған шығар жол тауып береді дейді. Ва ярзуқху мин хайсу ла яхтасиб. Ойламаған жерінен саған рызық жеткізеді. Енді Құдайдан қорқып кеп тұрмын ғой енді дейді. Зинаға бармай, тақуалық етіп кеп тұрмын ғой дейді. Дүнием жоқ, шамам жоқ, үйленгім келеді. Шейхқа енді бір спонсор тауып бер деп тұрған шығар енді. Менде саған беретін басқа ештеңе жоқ, осы екі аяттан басқа дейді. Бала кетеді, біраздан кейін ойланады, мен не тақуалық істемей жатыр екен? Қарайыншы сәл. Намазына қарайды, оразасы, басқасы, көзін қияды, бәрі дұрыс. Содан ойланады, осы жұмысымда мүмкін тақуалық істемей жатқан шығар деп жұмысына мән бере бастайды. Ерте келіп, кеш кетіп, дұрыстап, реттеп, жаңағы шіргендерін бөлек қойып дегендей басшысына жанашырлық көрсете бастайды. Бәрімізде жұмыс бар, дұрыс па? Әсіресе жаңа 9-дан 6-ға дейін істейтіндер ары қарай өлмесе іші кепсін, менікі емес, ертең істейміз ғой, не болды, күн бар ғой дейді да кетеді. Бастығы әлгінің тірлігін көреді де бағалай бастайды. Бір күні қасына ертіп, жассың ғой сен, жүрен сен, талғамың бар ғой, маған бір көмектесші дейді. Мына бір үй бос тұрған, ішіне жиһаз алу керек, басқа анау жүрші. Анау мына жерге мынаны қойыңыз, мына жерге мынаны алыңыз деп жүгіріп бәрін бітіргеннен кейін кілтті қолына береді де, мына үй сенікі, менің қызыма үйленесің бе дейді. Алладан қорыққан үшін не істеді Алла? Шығар жол тауып берді. Ойламаған жерден рызық берді. Шейхтің алдына жүгіріп келеді, некемді қиып бересіз бе деп. Есіңізде ме? Жоқ, есімде жоқ. Осылай болған еді ғой. Енді қаншама адам келеді ғой алдына енді. Содан шейх айтады, мен онда бұны айтайын дейді, сабақ қылып өзгелерге. Шында да Алла Тағаладан қорықсаң, Құдай Тағала шығар жолда тауып береді, ойламаған жерден саған ризық береді. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Аллах Тағаладан шынайы қорқатын болсаң, ақ қараны ажыратады саған, басыра береді, көрегенділікті береді, күнәңді кешеді. Аллах Тағала шында да кеңшілік беруші,